Қазіргі кезде көпшілік адамдарда жиі кездесетін проблеманың бірі іштің қатуы немесе запор. Іш қатуы жиі қайталанатын болса, ағзаға айтарлықтай кері әсер етеді. Запор кезінде адамда іштегі су қайта сіңе бастайды. Сонымен қатар токсиндер де ағзаға кері сіңеді. Соның нәтижесінде адамда тері бұзылыстары, ас қорыту бұзылыстары, сондай-ақ витаминдер сіңірілуі бұзыла бастайды. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен іш қатудың 10 себебіне тоқталатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бірінші себебі, үлкен дәретке барғыңыз келгенде қолайлы жағдай болмағаннан үнемі өзіңізді ұстап жүретін болсаңыз. Әсіресе мұндай жағдай әйел кісілерде көп болады. Екінші себеп, қалқанша безінің жұмысы төмендегенде, гипотиреоз кезінде. Үшінші себеп, тоқ ішек ауруларында, геморрой кезінде, сондай-ақ онкологиялық аурулар кезінде жиі кездеседі. Төртінші себебі, ішектің тітіркену синдромы сибір кезінде, сондай-ақ ішектің кандидамен зақымдануында. Бесінші, бауыр мен өт қабы жұмысы бұзылғанда. Алтыншы, дұрыс емес тамақтану, яғни белок, май, көмірсу балансы сақталмаса, шай, кофе және алкоголь пайдалануда, су режимін сақтамағанда, тамақта клетчатканың болмауы кезінде іш қатуы жиі кездеседі. Жетінші себебі, физикалық белсенділіктің аздығы, жамбас бұлшықеттерінің әлсіз болуында. Сегізінші, дәрілік препараттарды қабылдау, яғни әсіресе құрамында темірі бар препараттарды пайдалану кезінде іш қатуы жиі болады. Тоғызыншы, психикалық аурулар кезінде, депрессияда, стресстік жағдайда жүргенде. Ал соңғы себеп, гельминтоз кезінде ағзада паразиттердің көбеюінде іш қатуға себеп болады. Ал енді осы іш қатудан құтылғыңыз келсе, мына кеңестерге құлақ түріңіз. Бірінші кеңес, таңертең аш қарынға және әр тамақтанар алдында қайнамаған, ауыз күймейтіндей ыстық су ішуді әдетке айналдырыңыз. Екінші кеңес, дұрыс тамақтану. Күнделікті тұтынатын тағам құрамында белок, май, көмірсу балансын сақтаңыз. Клетчаткаға бай тағамдарды көптеп тұтыныңыз. Сондай-ақ ұннан жасалған тәтті тағамдарды шектеңіз. Үшінші кеңес, физикалық дене белсенділігін арттырыңыз. Күнделікті 1 сағат жаяу жүруді әдетке айналдырыңыз. Достар, видео пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.